Ауырмаудың ең арзан жолы дәрі емес, күнделікті әдет. Адамның иммунитеті тек дәрумен ішумен немесе укол салдырумен ғана күшеймейді. Ол ең алдымен күнделікті тіршіліктегі қарапайым тәртіппенен қалыптасады. Мысалы, таза ауада 20-30 минут серуендеу қан айналымды жақсартып, өкпеге оттегіні мол жеткізеді. Бұл өз кезегінде миға сергектік, ағзаға тыныштық береді. Ал суық сумен жуыну немесе денені сүрту ағзаның шыдамдылығын арттырады. Тері арқылы қан тамырларын жастықтырып, табиғи жолмен вирусқа қарсы қорғаныс қабатын қалыптастырады. Бұл балалар мен ересектер үшін де өте пайдалы тәсіл. Бірақ біртіндеп күнделікті жасап дағдылану керек. Сонымен қатар дұрыс ұйқы иммунитеттің нөмір 1 серігі. Сағат 22:00-ге дейін ұйықтап қалған адамның бауыры мен ішкі мүшелері толық тазарады. Ал кеш жатқан адамда бұл процестер бұзылады. Ұйқысы бұзылған адам тез ашуланшақ, әлсіз, көңіл күйі тұрақсыз болады. Бұл тікелей иммун жүйесінің әлсірегенін білдіреді. Және тағы бір маңызды нәрсе тыныш жүрек пен мидың сабырлылығы. Табиғи тағаммен тамақтану, денені қозғалыста ұстау, міне ауырмаудың ең қолжетімді әрі тегін жолы. Бұлар сіздерді бір сәтте емдемеуі мүмкін, бірақ ұзақ жылдар бойы сырқаттан аулақ өмір сүрудің берік іргетасы болатынын есте ұстаңыз. Міне құрметті көрермен, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.